9-шы қатарды тоқып біттік. 9-шы жолақты мінекей бір воздушный петля алдық та енді ары қарай 10-шы жолақты тоқиын деп жатырмыз ғой. Сол 10-шы жолақты бастайтын кезінде енді бізге мына жерді қысқарту керек қой. Мінекей мынау қысқартуды істеу керек. Ол үшін қараңыздар, бір воздушный алғаннан кейін мінекей қараңыздар, біз мына петляға тоқитын едік, бір воздушный алғаннан кейін бірден мынаған тоқитын едік. Біз осы бір петляны қалдырып кетіп, келесісіне тоқимыз. Ортасында, яғни бір петля қалады. Сол кезде мына жеріміз шамалы бері қарай қысқарып, қисайып, әдемі өзінің формасына келе береді. Келесі тура осылайынан қыздар қатардың соңына дейін столбики без накида тоқып кете беріңіздер. Қазір қатардың соңына дейін тоқимыз, сосын көрсетемін ары қарай. Қатардың соңына келдік. Соңғы петлясын тоқып жатырмыз қазір. Осы соңғы петляны шығаруда өзімді крючок кіргізуде қиын болады, қолды сәл ауыртып, бірақ ол жерге тоқымасаңыздар қисайып қалады ғой, түзу шықпайды. Сол үшін мына жиегіндегі каждый қатарды тоқимыз, каждый петляны. Қыздар, мінекей соңғы петляны тоқып, бір воздушный петля аламда жұмысты айналдырамын. Енді жаңағыдай тура біз негізі мына петляға тоқуымыз керек еді ғой, әр қатардың басында осыған тоқын едік. Қысқартқан кезінде мынаған тоқимыз. Яғни қысқартқан кезімізде мына жақтан былай қарай қисайып қысқару үшін бірінші тоқып жатқан петлямызды тоқымай ортасынан қалдырады екенбіз. Бірінші қатардың өзінде байқасаңыздар, мінекей қысқарып жатыр, мына 10-шы жолақта. Енді әр размерде әртүрлі, егерде қыздар үлкен размер тоқып жатсаңыздар, мынау тілдің жолақтары, қатарлары ұзаруы мүмкін, біреуі қосылуы мүмкін, екеуі қосылуы мүмкін. Аяқтарыңызға киіп көріп өлшейсіздер. Ал менің беретін нем бойынша 36-37-те осы неше жолақ еді? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 36-37-те мына жерде тілдегі жолақтың қатары 13 болып тұр. Енді сіздер әрі қарай әрбір размерге бір-бір жолақтан қосасыздар. Және сосын қысқартатын кезінде, мысалға 9-шы жолақты бітіріп 10-да қысқартпайсыздар. Егерде ұзын болса 11-де қысқартасыздар. Ал егерде мынау тіл сізде қысқа болатын болса, онда 8-ден бастап қысқартасыздар. Солайынан расчетты, бір жолақты расчетты алып тастап отырасыздар. Сол кезінде сіздерге өзі расчет келеді. Әрі қарай тоқимыз. Қатардың соңына дейін тура мына соңғы петляға дейін алып тоқимыз да, келесі қатарда да тура осылай бір петляны ортасынан қалдырып кетеміз. Осылайынан қыздар жолақ саны 13-ке жеткенше осылай қысқартып тоқимыз. Некеде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-ші жолақ бітті. 13 жолақ деген бізде бұл 26 қатар, қыздар. Бір жолақ 2 қатардан тұрады. Мінекей біз бітірдік 13-ші жолақты. Енді әрі қарай қиып аламыз да. Петляны жабамыз. Әдемілеп тартып, енді қыздар әрі қарай мына жіпті ішіне қарай жасырып тастаймыз. Жасыру деген не екенін білмейтін қыздарға көрсетіп жіберейін. Жаңадан тоқып жатқандар болса арамызда. Шамалы, мына менде крючок, кішкентай размерлі крючок жоқ. Сіздерде кішкентай крючок болса, осылайынан
астындағы петляларға крючокты өткізіп, мына жіпті осылай өткізіп жауып тастаймыз. Былайынан ары қарай жасырып тастау керек. Неміз аяқ киіміміз қатты тоқылғаннан кейін жіптерде қатты болып тұр, ортасынан өткізу қиын болып тұр қазір. Шамалы өстіп жіңішкемен өткізіп жіпті босатып алмасам. Қыздар, осылайынан енді бір мына жерден кіргізіп жіпті осылайынан жасырып тастаймыз. Бізде көрінбейді мына жағынан. Көрдіңіздер ғой. Біз аяқ киімнің тілін тоқып бітірдік. Енді ары қарай мына жерлерін екі жиегін тоқитын боламыз.